Біз бүгін қарапайымдылардың көбеюімен танысамыз. Көбею тіршілік қасиеттерінің ең негізгілерінің бірі. Бір жасушалы қарапайымдыларда көбею көбінесе жыныссыз жолмен жүреді. Жыныссыз көбею кезінде жәндік жасушасының екіге тең бөліну арқылы жүреді. Эвглена мен амебада ядро екіге бөлінеді. Бөлінгеннен пайда болған ядролар жасушаның екі жағына орналасады. Тек осыдан кейін ғана жасуша екіге бөліне бастайды. Эвглена ұзынынан тік екіге бөлінеді. Ал амеба көлденеңінен екіге бөлінеді. Кірпікшелі кепшеде бөліну жолы екеу. Ол жыныссыз көбею және жынысты көбею. Жыныссыз көбеюге кіші ядро қатысады. Кіші ядро бөлініп денесінің алдыңғы және артқы жағына орналасады. Одан соң үлкен ядро бөліне бастайды. Соңынан жасуша ортасынан бунақталып екі ажырайды. Сөйтіп екі жас кебісше жыныссыз көбею арқылы пайда болады. Жынысты көбеюге де екі кірпікшелі кебісше қатысады. Олар өздерінің ауыз саңлауымен түйісіп біраз жүреді. Осы кезде әр кепшенің кіші ядросы екіге бөліне бастайды. Сөйтіп екі кіші ядро түзіледі. Ал үлкен ядролар еріп жойылып кетеді. Бір кепшенің жаңадан пайда болған кіші ядроның сыңары екінші кірпікшелі кепшенің кіші ядросының сыңарымен қосылып, осы кепшеде қалады. Ал қалған сыңарлар қосылып, екінші кепшенің цитоплазмасында қалады. Сөйтіп екі кепше осылай кіші ядролармен алмасады. Үлкен ядро қайтадан түзіледі. Сөйтіп екі жас кірпікшелі кепше пайда болады. Сонымен жынысты жыныссыз көбею кірпікшелі кепшеде жүреді. Эвглена ұзыннан тік бөлінеді, амеба көлденеңінен бөлінеді.